Бүгінгі өтетін тақырыбымыз енгізу және шығару құрылғылары. Бүгінгі сабақта ақпаратты енгізу және шығару құрылғыларын ажыратуды үйренесіңдер. Экрандағы суреттерге назар аударайық. Берілген суреттерді бәріміз бірге оқимыз. Монитор, пернетақта, тінтуір, принтер, дыбыс колонкасы, микрофон. Бұл құрылғылар компьютердің қосымша құрылғылары деп аталады. Компьютердің қосымша құрылғылары енгізу және шығару құрылғылары деп екіге бөлінеді. Енгізу құрылғылары пернетақта, әріпті, санды таңбаларды компьютерге енгізуге арналған құрылғы. Тінтуір, компьютер экранындағы меңзерді басқаруға арналған құрылғы. Микрофон, дыбыс жазу құрылғысы. Шығару құрылғылары. Монитор, ақпаратты экран бетіне шығаруға арналған құрылғы. Принтер, ақпаратты қағаз бетіне шығаруға арналған құрылғы. Дыбыс колонкасы, дыбысты шығаруға арналған құрылғы. Сен алғаш рет компьютерді қайда көрдің? Сен көрген компьютердің қандай шығару құрылғысы және енгізу құрылғысы бар екен есіңе түсіріп көрші. Жарайсыңдар. Ендеше енгізу және шығару құрылғыларымен таныс болдық. Енді берілген тапсырмаларды мұқият қарап, мүмкіндігімізше жауап береміз. Суреттегі көк түсті дөңгелекшені ерекшелеу үшін қандай құрылғының көмегі қажет? Жарайсың. Бізге тінтуірдің көмегі қажет болды. Компьютердің жадысына мәтінді, дыбысты енгізу қажет. Дербес компьютердің қандай енгізу құрылғысын пайдалануымыз керек? Әрине, пернетақта және микрофон. Балалар, сіздер енгізу құрылғыларының атауларын қандай қызмет атқаратындығына жауап бердіңіздер. Ендеше келесі тапсырмамызға назар аударайық. Аян, Жанар және Али компьютермен жұмыс істеп отырды. Аян досын мерекесімен құттықтау үшін ашық хаттың суретін салды. Жанар әуезді ән тыңдады. Әли тақпақ жазып, оны мұғаліміне қағазға шығарылған күйінде бергісі келді. Кімге принтер қажет болды? Кім ақпаратты мониторға шығарды? Дыбыс колонкасы қажет пе? Ойланамыз. Жарайсыңдар. Әрине, Әлиге принтер қажет болды. Ал Аян ашық хаттың суретін салу үшін монитор бетінде жұмыс істеуге тура келді. Және Жанарға әуезді ән тыңдау үшін дыбыс колонкасы қажет еді. Жарайсыңдар балалар. Енді бүгінгі сабақта танысқан компьютердің құрылғыларын санап көріңдер. Монитор, пернетақта, тінтуір, принтер, дыбыс колонкасы, микрофон. Енді енгізу құрылғыларын санайық. Пернетақта, тінтуір, микрофон. Ал енді шығару құрылғыларын санаймыз. Монитор, принтер, дыбыс колонкасы. Жарайсыңдар. Балалар, сабағымыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі сабақта сендер енгізу, тышқан, пернетақта, микрофон және шығару құрылғыларын, монитор, принтер, дыбыс колонкасын ажыратуды үйрендіңдер. Ал енді сабақты бекіту мақсатында артығын алып тастау ойынын отбасы мүшелерімен ойнап көріңдер. Берілген құрылғылардың арасынан артығын табыңдар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.